Сәлем достар, мен YouTube каналда біраз уақыт көрінбей кеттім. Оның себептері көп. Қазір мен сіздерге бір себепті айтайын. Менің үйімде дәл қазіргі уақытта ремонт жүріп жатыр. Жаңадай менің үйім негізі 2017-те салынған үй болғанмен, бірақ ремонт ескірген еді. Қазір енді мына жақта обой жалпы жабыстырылды. Обой ауыстырып жатырмыз. Ламинат ауыстырдық. Бұрын менің видеоларымды қарасаңыздар, жаттығу түсірген видеоларда менде ламинат бір қоңыр түсті еді. Маған ұнамайтын. Сонымен енді осындай ашық түсті ламинатты таңдадық. Менің үйім бар жоғы 46 квадратура, бірақ осындай ашық түсті обой таңдалған кезде, ламинат таңдалған кезде үй үлкенірек болып көрінеді екен. Енді барынша 46 квадратура үйді үлкейтуге тырыстық. 2 бөлмелі 46 квадратура бірақ. Болашақта ремонт ақырында біте бастаған кезде мына розеткаларды қара түске алмастырамыз. Өйткені біздің есік осындай ақ есік және ручкасы мынандай қара. Розеткалармен бірдей болсын деп біз осындай қара ручканы алдық. Ақ розеткадан дұрыс шаршадық. Қазір енді мода бойынша бәрі қазір қара розетка қойып жатыр екен. Мына жерде қазір грунтовка ғана жағылды. Қазір енді мастер үйіне кетті. Мына жақта осындай мрамор сияқты холодный цвет үйді жарқып көрсететін осындай обой алдық. Енді бірақ видеода анық көрінбей тұр. Сосын мына жақта менде көрпе төсегім тұрады. Мен артынан келген жалпы жүктен келген көрпе төсектерім өте көп, осылар тұрады. Ана шифонер мына жаққа кете тұрады уақытша. Бірақ мебель заказ беремін, құдай қаласа. Мына мебелді бұйырса алмастырам. Бұл қазір мен аяғым ауыр. Бұйырса босанғаннан кейін сіздерге тағы да арықтау видеолар түсіретін боламын. Мен қазір енді кішкене контентті алмастырып, жүкті кезде қалай тамақтану керек, жүкті кезде не істеуге болады, соның барлығын бұйырса айтатын боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар, бұйырса сіздерге бұрынғы түскен видеолар, бірақ жалпы жаттығуларды салмаған видеоларым бар, соларды көрсететін боламын. Мынау бізде морозилка, бұл залда тұрады бізде. Мынау менің пока кухням. Жаңада нені алып тастады, кафельдерді. Енді ол жаққа кафель қоятын боламыз. Мен негізі қазір шашылып тұр, кейін жинап алам. Менде қараңыздар, мебель да-поталка емес. Бұйырса бұл кухнянды алмастырып, да-поталка мебель қоятын ниеттемін. Міне есіктердің бәрі пока осындай қара түсті. Үйім шашылып жатыр. Өйткені ремонт болған кезде шашылады. Менде мынау жүгімнен келген көрпе төсектер барынша жинап қойдық. Шифонерде бүкіл киімдері осылай простиналарға как түйіншек сияқты жинап қойдық. Пока мына холодильник осы жақта тұр. Өйткені холодильник ана жақта сыймай тұр енді. Ладно, пока осы бөлмеде тұра тұрсын. Кейін мебель заказ беріп, мына үйдің ремонт біткен кезде сосын бәрін жинап алам. Ремонт біткен кезде сіздерге видео түсіретін болам. Мына жақта менде телевизор тұр. Осы телевизор жаққа мен гибкий мрамор жасатқым келеді. Өйткені қазір барлық үйлері гибкий мрамор мода болып жатыр ғой. Соған енді гибкий мрамор заказ бергім келеді. Бірақ қазір гибкий мраморға жетпедік. Сосын менде үйімде байқасаңыздар люстра жоқ. Мен осы бөлмеде жаттығу түсіретінмін. Штативті мұнда қоятынмын. Және бұлай қарай видео түсіретінмін. Менің видеоларымды қараған қыздар болса біледі. Жалпы менде пол осындай болып тұратын. Пол болғанда ламинат менде қоңыр түсті болып тұратын. Қазір ламинат ауыстырдық, чтобы үй кеңірек көрінсін. Ламинат ауысқаны білінсін деп. Өйткені ламинат кемінде 10 жылға дейін тұрады екен да, қыздар. Жаңадай. Бізде уже ламинат 7 жыл болды. Сол себепті ламинат 7 жыл болғандықтан біз алмастырдық. Бұл же мастер келді. Енді қазір мына жақта обойларды жабыстырады. Сосын кешке қарай шифонерді жігіттер мұнда қарай қояды. Сосын үй кішкене реттеліп қалады. Жалпы мына менде люстра үйде атымен жоқ. Кезінде люстра аламыз деп сол келіп қалып кеткен. Енді қазір ремонт біткеннен кейін бұйырса ақырындап люстра қоямыз. Сосын менде плинтусты полиуретан қылып алдық. Бірақ негізі біздің үй негізі полы қисық, экопол қисық.
Сосын стеналар қисық, өйткені үйді біз чистовой қылып алдық. Сол себепті ондай ошибкалар бар. Егер үйді алатын болсаңыздар, жоспарлап жүрсеңіздер, міндетті түрде осы черновой қылып алыңыздар да. И черновой қылып алғаннан кейін, жалпы өзіңіз қалағанша жақсы мастер тауып жасап аласыздар. И біздің мынау үйдің дворы, біз Старый вокзал районында тұрамыз. Біз жақта мынандай жаңа үйлер салынып жатыр. Тура біздің салған үйлер. Елордамы салған мына үйді. Елордамудың үйлері арзанырақ, чистовой қылып береді. Бірақ ремонт жағынан мысалы пол қисық болуы мүмкін, жаңағыдай стена қисық болуы мүмкін, тоқтар бір тоққа жалғанған болуы мүмкін. Сол себепті мен сіздерге айтарым, черновой вариантта үй алған дұрыс. Үйді алған кезде комфорт класстан жоғары санаттағы алған дұрыс екен. Егер ақшаларыңыз жоқ болса, осы пока что біз сияқты мынандай Елордамудан алғандарыңыз дұрыс. Бізде енді қаражатымыз қандайға жетті, сол үйде қазір тұрып жатырмыз. Жалпы қаражатқа да байланысты үйді алуда. Енді біз үйленген кезде ақшамыз болмағандықтан біз осы үйді алдық. Енді қазір ремонт жасап жатырмыз. Жақсы үйге көшу ниетте бар, бірақ ақша жинау керек. Бұйырса, жаңа үйге көшерміз. Мынау менің гүлдерім. Мына гүлді жақсы көрем, бірақ шаңдарын сүрту керек. Мен негізі гүлді өсіре алмаймын, бірақ сонда да гүлді жаңағыдай көшіретін, әдемі өсіретін адамды шақырып алып бір нәрсе қылып істеймін. Бірақ гүлдерді жақсы көремін, бірақ жақсы өсіруді әлі үйренбедім. Бұйырса, бұрынғы обойым менде мына қараңыздар, мынандай болған. Бұл бөлме осындай обой болған. Енді қазір обойды ауыстырамыз. Ауыстырдық қой, жаңа мынандай однотонный ауыстырдық. Көрдіңдер ма? Однотонный, как мрамор сияқты менің үйімде 2 бала, Құдай қаласа 3-ші бала дүниеге келеді. 3-ші бала дүниеге келгендіктен мен кір көтеретін цветті таңдадым. Обойды әппақ жаңағыдай однотонный алған жақсы, бірақ мен кір көтеретін цветті таңдадым. Жалпы ремонт істеп жатқаныма мен қуанып жүрмін. Себебі жолдасымды көндіру оңай болған жоқ. Үйім шашылып жатса да, бірақ шүкір Аллаға, осы күнмен шүкір ремонтымызды жасап алып жатырмыз. Достар, маған каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ремонттың біткен видеосын бұйырса алдағы уақытта саламын. Бұйырса алдағы уақытта сіздерге тағы да пайдалы видеолар түсіруге тырысамын. Үй жайлы біраз ақпараттар берермін. Келесі видеода жолыққанша.